Армысыз телекөрермен, ауылдағы ардақты ағайын, қаладағы қадірлі қауым. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күншуақ бағдарламасы бейсенбілік тікелей эфирін бастайды. Желтоқсанның 19-ы кіші жұма, тағы бір жұмыс аптасының түйінделер уақыты да таяп қалды. Жігер жұмсаған әр істеріңіз ізгі өмірге есік ашсын деген тілек білдіреміз. Күн райының ызғарына жүректегі жылу қарсы тұра білсін, қадірлі көрермен. Хабарымыздың дәстүрінен жаңылмай, жақсы әуенге кезек берейік, кейін қонақтарымызбен бірге осы студиядан көре аласыздар. Арна ауысып кетпесін. Сайда солғындайлы жайықтың толқындары сүйген ғашық болған күлген тасып толған көңілі көктемдерде құрбаны көптен сайда солғындайлы жайықтың толқындары жастық ай шіркін деп жүрегім үлпілдеп аңсайды солғындайлы жайықтың толқындары жаны құрбан әппақ ары нұрда ауадай тілектері сендерді сағынуда арылмадым ай жағаңда ер жеткен жанымды сайда солғындайлы жайықтың толқындары жастық ай шіркін деп жүрегім үлпілдеп аңсайды солғындайлы жайықтың толқындары
Жайықтың толқындары деп, жайық елінің көгеруіне атсалысу баршамыздың парызымыз. Ардақты ағайын, бүгінгі біздің хабарымызда туған жер хақында болмақ. Қатарымызға енді ғана қосылған болсаңыздар, қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күншуақ бағдарламасы тікелей эфир. Енді бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейін. Осы туған еліне, туған жеріне тамшыдай болса үлесін қосуға тырысып жүрген азаматтар бүгінгі біздің төрімізге жиналды. Закария Жүсіпқалиұлы бастаған біздің азаматтар, арамызда қызғалдақ құлпырған қызымыз бар. Бүгін өте бір салмақты тақырыпта әңгіме тарқатпақпыз. Жаңақала аудандық мәслихат хатшысы, өздеріңіз білетіндей ақын Закария Жүсіпқалиұлы, қош келдіңіз. Қазір өзге де қонақтарымызбен толығырақ танысып жатармыз. Алдымен өзіңізден сөз бастайын. Өткен мереке баршамызға құтты болсын. Енді жалпы елімізде рухани жаңғыру деген керемет бағдарлама пайда болып, оның аясында көптеген істер өзінің жолын тауып кетті. Ең алдымен аудандағы жарқын істермен таныссақ дейміз. Рахмат. Ең алдымен енді құрметті көрермендер, баршаңызды күні кеше өткен еліміздің тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деген тілек айтамыз. Енді Жаңақала өңірінің өнерлі өлке екенін, киелі өлке екенін барша жұрт жақсы біледі. Ежелден айтып келе жатырмыз. Күй атасы Құрманғазының, күй анасы Динаның, қайталанбас Қалидың, Майталман Мәменнің, орны толмас Оқаптың, Шандоз Шаңғонның, күні кеше өмірден өткен текті тұяқтың кіндік қаны тамған атамекені. Бұл өлкеден ендеше өнерлі ұрпақтардың шықпауы мүмкін емес. Соның бір шоғыры бүгін мінекей осы хабарға қатысып отыр. Жалпы енді мынау өздеріңіз білесіздер, енді мынау осыдан біраз жыл бұрын елбасымыз, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халық тарих толқынында деген еңбегі шықты. Содан бастау алған, содан кейін күні кешегі мынау болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласының аясында ауданымызда көптеген жұмыстар істелінді. Барлық ауылдық округтерде мынау мұражайлар ашылды. Сонымен бірге мынау күй алыптарына ескерткіштер қойылды. Көптеген манағы саябақтарда жақсы мынау тәуелсіздік күніне арналып, ана мынау күні кешегі мынау Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен аналар рухына тағзым ретінде ескерткіштер осындай бой көтеріп, осындай рухани жұмыстар күні бүгінге шейін жалғасуда. Тек биылғы жылдың өзінде халық аспаптар оркестрі, халық қоры, сонымен бірге Айзере әжелер ансамблі халықтық атағын қорғап, қазір енді осы аудан жұртшылығына сол өнерлерін көрсетіп, рухани сусындатуда жақсы еңбек етіп келатқан ұжымдар. Бәрекелді, расымен де Әбіш Кекілбаевтың өзі күй астанасы Жаңақала деп баға беріп кеткен осынау қасиетті құтты мекенде көптеген істердің атқарылуы оңды. Енді жалпы ауылдық округтерде мәдениет саласында, әдебиет саласында жағдай қалай жалпы? Жаңа айтып өткеніміздей, барлық ауылдық округтерде мұражайлар ашылды. Сонымен бірге мынау бірқатар ауылдық округтерде модельді кітапханалар іске қосылды. Мынау жаңа өзіңіз айтып өткенде, енді кезінде Әбіш ағамыздың өзі Жаңақаланың топырағында сол мынау киелі сахнасында тұрып, күй астанасы Жаңақала деп ат қойып айдар таққан болатын. Сол енді дәстүр қазір қай бір округте болмасын жақсы жалғасын тауып келе жатыр. Сонымен бірге мынау ауданымыздың орталығында Қалижан Тілеуов атындағы саз мектебі бар. Оның бірнеше ауылдық округтерде филиалдары жұмыс жасайды. Сол мынау толқын манағы ұрпақты өнерге баулуда осы саз мектебінің ерекше үлес қосып келе жатқанын айтып өткім келеді. Толқыннан толқын туады, толқынды толқын қуады деп осындай ізгі жұмыстар атқарып жатсыздар. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Енді тағы бір айта кететін
мәселе мынау енді көптеген жас ақындар қазір қанат қағып, сол мынау киелі топырақтан өнер аспанына ұшып, қазір жақсы халықтың алдында өнерлерін көрсетіп жүр. Біз бір кездерде ауданның 30 оқушысы сол өзінің өлеңдерін қанат қақты деген атпен жинақ етіп шығарған болатын. Оның ішінде өзіңіздің де өлеңіңіз бар. Оның өзі де, мысалы, мен республика көлемінде өте бір сирек атқарылатын жұмыстардың, оқушылардың манағы жинағын шығару деп сирек атқарылатын жұмыстардың бірегейі деп айта алам. Сол кітапқа енген бір қатар анау Жанайдар сияқты тағы да басқа жас буын қазір баспасөзде, осындай мынау бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек етіп жүр. Жалпы жалынды жастар сіздердің іздеріңізді басып, абыройлы іс жасауда деп өзіңіздің разылығыңызды білдіресіз, солай ғой. Бәрекелді, енді өзіңізде ақын ретінде танымалсыз, көптеген тіпті әндерге де сөз жазған болатынсыз, иә? Енді жуырда ғана жаңағы сиясы кеппеген өлең деп жатамыз, иә? Жаңа бір әніңіз жарық көріпті. Соны өзіңіздің аузыңыздан естісек дейміз. Ол енді мынау біздер, мына менің мектепте сыныптас, бір мектептен бір сыныптан бітірген досым Ерлан Сатыбаев отыр. Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздік қызметкері, сазгер. Осы Ерлан екеуміз көптеген туындыларды өмірге әкелдік. Әсіресе осы мына туған жер, осы мына өзіміздің бір сөзіміз бар еді. Осы мына өзіміз екеумізден Жаңақалада тудық, Жаңақалада өстік. Осы кезге шейін сол бірге қызмет жасап келе жатырмыз. Өмірде де, өнерде де бірге келе жатырмыз. Сосын осы өзіміздің, мынау туған өлкеміздің әрбір ауылының өзінің бір төл әнін жазсақ деген бір мақсат қойдық алдымызға. Осы мынау күні кешегі жазылған ән бұл Петимар ауылдық округінің тұрғындарының арнады деп біз есептейміз. Бұл 7-ші ауылдық округтерге жазған әндеріміз. Барлығы да жақсы орындалып жүр. Енді мынау әр нәрсенің бір өзінің қозғаушы күші болады. Бұл әннің енді жазылғанына да 1 жыл болып қалып еді, бірақ ол енді сол жазылған күйінде жатыр еді. Ал мынау сол бір кездерде мынау Петимар ауылдық округінің әкімі болып қызмет жасаған. Қазір осы мынау облысымызда кәсіподақ саласында қызмет істейтін Атауып Бауыржан деген азамат, мына өзі Петимардың тумасы. Осы жігітпен хабарласып, содан кейін осы жігіттің қозғауымен, ықпалымен осы мынау Петимар деген әнді қайтадан қолға алып, қайтадан Ерлан оған жан бітіріп былай қарағанда әрлендіріп осы жарыққа шығардық. Күні кеше осы Петимар ауылында тұсаукесер рәсімі өтті. Оған мынау енді мынау белгілі домбырашы, осы Петимар ауылының тумасы Теміреш деген мынау азамат. Мынау сол Теміреш дегенсі баласы Қайрат, келіні Жаннұр, қызы болды Гүлжайна деген. Ал барлығымыз сол кеше бірге болып, осы әннің тұсауын кесіп, бұлардың да мына елге келіп, ана мақалада айтылады ғой, туған жерге туыңды тіктеп, сол бағытта елге өздерінің ұрпақтарымен келіп Теміреш концерт беріп ана халықтың алдында. Осындай бір мына біздің әннің тұсау кесеуі осы азаматтардың келуімен тұспа тұс келіп, бір керемет бір үйлесімділік тауып кетті. Оның барлығының бастауында, ұйымдастыруында осы Атауып Бауыржан әніміз бірге жүріп, енді әнді әрлендіретін, оның халыққа жетуіне жақсы жағдай туғызатын мамандар болады ғой. Мынау облысымызға, республикамызға белгілі композитор, әнші, Жаскелең ініміз сол әнді керемет етіп, құлпыртып жасап берді. Бәрекелді, Закария Жүсіпқалиұлы, енді әнді алдағы уақытта тыңдай жатармыз. Қазір мен қонақтарымен толығырақ танысып өтейін. Өзіңізді бірінші атап кеткен Ерлан мырза, қош келдіңіз, е? Өзіңіз ауданда, жалпы облыс көлемінде сазгер ретінде атыңыз қалуда. Жалпы туған жер туралы сөзді көргенде әуен бірден келетін шығар, е?
Микрофонды ала қойыңыз, қош келдіңіз, Ерлан аға. Әннің туы. Жаңа Закария досым айтқандай, мұны енді мәдениет саласында 45 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Енді осы 45 жылдың ішінде мынау бірталай жұмыстар атқардым. Мынау біздің халық оркестрі бар, халық хоры бар, және өзімнің мынау жанынан құрған фольклорик ансамблім бар, жаңа қала ойын деген. Сонда жұмыстарменен жұмыстанып, осы ауданда әлі жұмыс істеп келе жатырмыз осы күнге дейін. Енді мынау ән жазу мынау Закария досымның ықпалыменен осы Ерақа осы бір ән жазсаң қайтеді, менің бірталай әндерім бар еді, ән сұрап тұрған өлеңдерім бар еді деп. Жазып көрейін деп, алғашқы рет маған бір махаббат марал деген ән беріп еді. Соған 91 жылы сол өлеңге ән жазып, содан ары қарай жалғасып жаза бердім. Бәрекелді. Ерлан аға, енді Закария ағамыз айтып кетті ғой, жалпы ұйытқы болған бастамашы ол біздің Бауыржан ағамыз. Өзіңіз сол өлкеде туып өстіңіз, қазір енді қалада қызметте болсаңыз да, туған жерін ұмытпай, тағзым етіп, осындай әннің жарық көруіне себепші болған жандардың бірі екенсіз. Қош келдіңіз. Сөз кезегі сізде. Енді барлық адамның, өнердің барлығы ауылдан шығады ғой. Жалпы ауылдан қоныс аударған көп адамдар қайда жүрсе де сол елін, туған жерін сағынып жүру заңдылық. Оның көп себебі бар. Соның қаншалықты жиі барып тұрасыз ауылға? Енді ол туған жерге барып тұру мүмкіндік бар қазір. Кейбір адамдар алыста жүріп сағынып, соны жете алмайды. Сол балалық кезің, туған жерің, ата-анаңның шапағаты, құрдастарың, асыр салып ойнаған кездерің барлығы сол керемет көріністер көз алдыңда жүрді ғой. Соны Закария Сисанғалиұлының біз туған жерге жазған өлеңі әрбір адамның жүрегіндегі сезімді жарыққа шығарды. Соған біз қуанып, соған Ерлан ағамыз әуен жазып, ол әуенде сәтін салды. Одан кейін мынау Жаскелең ағамызға сол туындыны қолымызға алып барып, қалай болады, осыны бір жақсы жарыққа шықса деп, ол кісі осы біздің өңірге келген туындыны қолдап, жақсы етіп жарыққа алып шықты. Керемет ән болды. Соны кеше іс-сапармен Нұр-Сұлтан қаласына барғанда Темиреш ағаммен кездесіп, жанұясымен кездесіп, сол кезде айтқам, ол кісілер де осы әуенді жүрекпен қабылдап, соны өздерінің жанұялық жағдайларымен елге келетін болғаннан кейін, соның бәрін ұйқастырып, кеше тәуелсіздіктің үлкен тойында ауылға барып, елмен қауышып, елге осы өнерлерін көрсетіп, сол жерде осы әннің тұсауы кесілді. Енді Жаскелең аға, түрлі әндер алдыңызға келіп жатыр ғой, орындауға болатын, кейде өзіңіздің жүрегіңізге жетпей жататын да бар шығар. Енді шығармашылық адамны құбылмалы ғой. Қалай қабыл алдыңыз? Бірістен қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Әрине мына ән... Микрофон ала қойыңызшы, кешірім сұраймыз. Қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Мына енді жалпы туған жер, соның ішінде ауылға деген ән, мына шығарма. Мен өзімді ауылдың баласымын ғой. Әрине мен тікелей қатысым бар, оны жақсы, өте жақсы түсінем. Бұл енді жаңағы алдымызда айтып өткен енді Закария ағамызда, мына жерде Ерлан ағамызда осы көптен бері осы салада қызмет жасап жүрген, және енді мына әннің жалпы түсіндіріп айтты ғой, қалай шыққаны жөнінде, бірақ мына толық жалпы қазіргі заманда мынадай болды. Әнді де сөзін де бәрін өздері жаза беретін болып кетті ғой. Ол негізі мен қарсымын жалпы. Ондайға енді оның ішінде де үлбәлерлер болар, дегенмен әркім өзінің қолына келетін ісімен айналысу керек. Мына жерде толықтай ақын сөзін жазды, жүрегінен шыққан, өте тамаша. Ешқандай сазгер
өзінің туған жерге деген елге деген сағынышымен жүрегінен шыққан әуен жазды. Мен енді бұл салада енді өзіміз жаңағы әрлеу, аранжировка дейміз, өте жақын сөздерінде әні сөзге жатып тұрған үйлесім тапты. Үйлесім, қиылысым тауып тұрған, гармония дейміз, гармония тауып тұрған керемет жаңағы туынды болды. Сондықтан да маған жаңағы соның барлығын өз жұмысымды жасып жаңағы гармонияны бір-біріне қиылыстыру, әдемі қылып шығару, аспаптарды қосу, оркестровка де соның бәрін өзім қолымнан келген жасадым. Жаңа шыққан сияқты. Иә, толыққанды ән қалыптасты деп айта аласыз. Иә. Жақсы, енді Бауыржан ағамыз айтып өтті ғой, ауылды сағынамын деп. Сол ауылын сағынып, алыстағы жақынын аңсап келген жандардың бірі менің оң жағымда отыр. Теміреш аға бастаған бала келіні, солай ғой, иә? Теміреш Кереев осы Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ ұлттық аспаптар музыкалық колледжінде домбырашылық қызметті атқарып жүр. Қош келдіңіз аға. Елге қош келдіңіз, иә. Неше жылдан бері келіп тұрсыз? Өзіңізді таныстырып отырыңыз көрермендермен. Енді тәуелсіздік мерекесіне орай елге келіп кету сәті түсіп жатыр. Қалаға келіп, ауылға барып осы бүгін келе жатырмыз. Өзіңіз Петимар ауылды округінде топырағында аунап өстіңіз, солай ғой? Сол Петимар ауылында туып өскенмін мен. Осы жерде оқыдым, осы жерде өстім. Сол жерден. Енді белгілі бір себептермен қоныс аудардыңыз? Енді Астанаға қоныс аударған балалар. Сол жақта қызметте қалды сосын. 9 жылдай болды. 9 жыл. Қазір Астанада қызмет атқарамыз. Анда-санда есіңізге балалық шақ түсіп, бір көзге жас оралатын сәттер бола ма? Сағынасың ғой, бұлақ не болмасын. Сағынғанда қандай. Елі ойыңнан шықпайды. Елің, жерің. Енді мен үйлі бір жыл Жаңғылада қызмет еттім ғой енді. Осы домбыраны сақтап жүрдім. Иә, домбыра серігіңіз өмірі. Айтқан. Иә. Осы домбыра насихат әлі күнге шейін тартамыз, балаларым, келіндерім артынан тартып насихат. Құрманғазының еліміз енді. Жаңғылға барсаң көшеде ме дейді, солай ғой. Солай ғой. Иә. Енді қазір бізге әдемі бір туынды орындап береді деген үміттеміз. Алдымен ұлыңызбен, келініңізбен тілдесіп алайық, иә. Қош келдіңіз, Қайрат мырза. Осы Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ концерт ұйымының Сарыарқа ансамблінің домбырашысы екенсіздер, иә? Екеуіңіз де. Сарыарқа емес, Астана сазы фольклорлық ансамблінде қызмет етеміз. Иә, біріншіден. Сол жерде, сол мен өзім айта кетейін, туған жерімді айтып отырық қой, сол жаңағы. Мен де сол жаңағы осы Петимар ауылында дүниеге келдім. Сол жерден туып өстім. Соны жалғастырып осы Оралдағы Құрманғазы атындағы колледжде жалғастырып оқыдық. Содан ары қарай жалғастырып, Құдай сәтін салып, Астанаға оқуға түсіп, Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетіне сол жерден 4 жыл тамамдадық сол жерден. Сол жақта енді қызмет бабымен, сол жақта жұмыс бабымен сол жақта қалып қойдық. Енді жарыңыз да осы өнер саласынан екен, иә? Сол домбырашы қыз іздедіңіз бе өзіңіз? Қазіргі таңда керемет отбасылық бір ансамбль болып отыр, иә? Тіпті әлеуметтік желіні жүйелі бақылап тұратын көрермендерде бар шығар. Қазір жиі таралып жатыр үшеуіңіздің керемет туындыларыңыз, иә? Соны бір тағы бір мәрте қайталап көрермендерге ұсынсақ дейміз, иә? Болады, ойнап берсек. Мархабат ендеше. Қандай күй орындаймыз, Теміреш аға? Құрманғазының алайын тартайық. Жақсы. Сарыарқаны тартайық. Баян сүйемелдеп. Иә, Ерлан ағамыз сүйемелдейді.
құрметтеп қояйық. Шынымен де арқаланып, жаңағы күйдің мінезін жеткізіп жатсыздар, иә? Әсіресе мен Темиреш ағамен жаңағы ұлы Қайраттың кәдімгідей ұқсастық көріп отырмын. Әкенің қанымен келген өнерді көрерменге жақсы жеткізе білді. Енді келініңізбен таныса отырайық. Бізде Жаннұр, солай ғой, иә? Қош келдіңіз. Иә. Жалпы күйшілер әулетінің келіні болған қалай екен? Мен өзім кішкентай кезімнен, бала кезімнен домбыраны ұстап өстім. Қызылорда қаласының тумасымын. Қайреке екеуміз алғаш сол Қазақ ұлттық өнер университетінде таныстық бірге. Содан бері осы мен негізі білген жоқпын. Атамның күйші екенін түскеннен кейін ғана білдім. Қуанған шығарсыз, иә, іштей. Кейде бір жеткізе алмай жатқан нәрселерді күй арқылы жеткізетін кездер бола ма? Ондай болмайды екен. Жақсы, әзір ғой. Бірге түсінсіп, үйде ансамбль болып келген қонақтардың бәрін осылай көңілін көтеріп жібереміз. Жүрген жерде сіздерден күй сұрайтын шығар, міндетті түрде. Міндетті түрде. Енді төкпе күй, шертпе күй дейміз, иә? Осы батыстың төкпе күйімен, осы Қайратпен бас қосқаннан кейін толығырақ танысқан шығарсыз, иә? Қазір жалпы бірге күйді жиі орындайсыздар ма сахнада? Сахнада, иә, бірге ойнаймыз, күй тартыс жасаймыз. Сахнада біргеміз. Енді үшеуіңіз үйден тыс өзге бір сахнада өнер көрсетіп көрдіңіздер ме, отбасылық ансамбль ретінде? Осы кеше өткен концертте барлығымыз бірге осындай күйлерімізді орындадық, күй тартыс жасадық, солай. Сол сахнада көрсетіп жүрміз. Қайын жұртыңызға келіп сәлем салып, иә, әдемі күйден бір сусындатқан шығарсыз. Қалай қабыл алды? Халық. Жылы халық. Енді Темиреш аға ауыл көлемінде, аудан көлемінде өте таныс жан ғой. Барша тұрғындар келіп тамашалаған шығар, иә? Енді жақсы жылы қабылдады. Енді біздің ауылдың өнер адамдары көп негізі. Соның бірі Керейіптер әулеті, Сатпайыптар әулеті бар, Ғуашевтар әулеті бар, Нұғмановтар әулеті бар. Бұрынғы кезде осы кісілердің бәрі ауылда тұрғанда бізге сырттан артист керек емес еді. Той думанды, мерекені кәдімгі әдемі қылып өткізетін еді. Соны сағынып қалған кеше осы кісілер келіп сахнаға шыққанда халық қол соғып, жібермей, осындай жақсы керемет. Енді Темиреш ағаның өзі айтып өтті, 51 жыл осы ауылда қызмет еттім деп, солай ғой, иә? Енді сізге күйшілік өнер кімнен дарыды? Менің әкем Жас Қайрат деген кісі болды қазір. Сол кісіден үйреніп, бабам күйші, домбырашы болды. Енді осы 51 жыл қызметте нақты қай салада болдыңыз, соны айтып өтіңізші? Қай мекемеде жұмыс жасадыңыз? Мен нақты сол 84 жылдан бері қарай сол мәдениет үйінде директор болып істедім ауылда. Осы оқып бергеннен кейін осында училищені содан тағжылма 20 жыл ішінде қызмет еттім. Бәрекелді Темиреш аға. Домбырашының өнеріне кезінде Шамгон Қажығалиев, Қаршыға Ахмедияр, Тұяқ Шамеловтердің өзі жоғары баға берген болатын. Бәрекелді. Кезінде енді біздер мынау республикалық жас домбыраштардың байқауын республикалық аудан көлемінде 6 рет өткіздік. Мынау Қали Жантілеуовтың, Оқап Қабиғожинның 100 жылдықтарында мысалы, Дина Желебіміздің сондай мерейлі тойларында, сол кездерде сол Шамгон Қажығалиевтер өздерінің оркестрімен келетін еді ол кезде. Сол кездерде сол оркестрдің құрамында отырып, Темиреште, Ерланда бәрі де өнер көрсетті. Олар өте жоғары баға берді. Закарияға кешірім өтінемін, сөзіңіз аузыңызда. Я бізде қоңырау бар екен, қабылдайық, кейін жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Алло. Айта берейін ме? Айта беріңіз, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Мен мына телевизордан күй баламды көріп, Закарияны көріп қуанып отырмын. Бұл Қазталов ауданынан звондап отырмын. Апасы Маржан боламын. Сапарова Маржан Мазан қызымын. Апа, тағы бір рет есіміңізді атап өтіңізші, естілмей жатыр. Ау. Есіміңізді тағы бір мәрте атап өтіңізші. Мен Қазталов ауданынан звондап отырмын. Есімім Маржан Сапарова Мазан қызы боламын. Күйе балам Закарияны көріп қуанып отырмын. Ендеріне саулық тілеймін, сіңлім Маржанмен өмірі ұзақ болып, бала шағасының қызығын көрсін деп жақсылық тілеймін. Еңбегі жемісті болсын. Келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, сау болыңыз. Рахмет. Ақжарма тілектерін жаудырып жатыр.
расымен де. Темеш аға, ауылда қалған ағайындар көп пе? Ауылда қалған? Ағайындар бар, апам бар, інім бар. Ауылда қалды? Бар. Жеті ағайындымыз. Осы қалада тұрады. Енді қашан келмек ойыңыз бар? Жыл сайын келем ғой, жазда келем мен. Жиі келіп кетуге? Жазда келем, уәде беріп кетті. Жақсы. Жазда міндетті де келем. Енді мен домбыраның үніне тағы бір мәрте құлағымды қандырғым келіп отыр, е? Бір әдемі бізге күй тартыс ойнап берсеңіздер, қалай қарайсыздар? Ұятасы Сарырақа ғой. Сарырақаны ойнап беріңіздер енді. Мархабат. Иә, расымен де. Расымен де күй астанасы деген атауды тағы бір мәрте дәлелдей түскендей болды. Темеш аға, жалпы бала келініңізге үйде дәріс бересіз бе? Енді сіздің білеріңіз, үйренгеніңіз көп қой, тәжірибеңіз мол. Бұлардан мен үйренем ғой қазір. Жаңашылдық бар ма жастарда? Әрине бар ғой. Бұлар маман ғой. Жалпы репертуарыңызда қанша күй бар? Енді репертуар көп қой күйлер енді. Құрманғазы дейінен көп күйлер бар көп. Санын айта алмайсың. Өзіңіздің ұстазыңызды атап өтіңізші. Осы күйді жетік меңгеруге үйреткен. Мен мына училищеде осында Махамбет Ержановичтан оқыдым. Мұғалім сол болды, содан бітірдім. Сол ұстазым сол, иә. Септігі тиді. Иә, сол. Содан ары алып кеттік. Ұмыттандық сол. Бәрекелді. Енді туған жер деп жатырмыз, елім дейтін ерлер деп жатырмыз. Бәрекелді. Закария мырза, айтыңызшы, жас ұрпақты ауылын ұмытпауға, лайым осы туған жерін ұлықтауға, үлесін тигізуге, ұмытпауға қалай үйретеміз жастарды? Қазіргі жастарда жаңашылдық көп, е? Мүлде олардың жалпы деңгейі, ойлау деңгейі де басқа. Қазір енді әр нәрсе өзінің уақытына, заманына қарай ғой. Жалпы енді мынау жастар тәрбиесі қазір өте күрделі мәселелердің бірі. Себебі мына технология дамыған сайын жастардың да ой өрісі кеңейіп, өзінің уақытына қарай, заманына қарай бейімделе түседі. Мысалы, біздің балалық шағымызбен қазіргі уақыттағы балдардың балалық шағын еш уақытта салыстырып айта алмайсың. Өйткені ол енді қазір дамыды, ел жылдан жылға дамып келе жатыр. Манағы неше түрлі мінекей технологиялық құрал жабдықтар өзіміздің күнделікті өмірімізге еніп жатыр. Қазір мынау тіпті 2 жасар баланың қолынан компьютер түспейді. Ал соның өзі мына қолымен кәдімгі игергенде, меңгергенде бізден артық меңгереді соны кішкентай бала. Сондықтан да енді жалпы ұлттық код дейміз ғой. Мына қандай ма болмасын өзіміздің ұлттық тәрбиемізді бере білуіміз керек.
Соның бір мысалы мына Теміреш айтуға болады. Өзінің баласы, қызы, келіні осылай етіп тәрбиелесе ұрпағын адамдар. Осы мына өзіміздің ұлттық рухымызды, өнерімізді солардың бойына сіңіре білсек, біз мықты ұлт боламыз. Енді шетелден келіп атқан, кіріп атқан неше түрлі анау дүниелерге еліктейтін болсақ, онда ұлттымыздың қасиетін жоямыз. Өзіміздің ұлттық нәрімізден, түп тамырымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Қазіргі жастар кітап оқымайды, шыны керек. Ал мына біздің толқын, міне отырған азаматтар бізді әке шешеміз, ұстазымыз содан кейін кітап тәрбиеледі. Біз сол кезде кітаптармен кітапханадан алып, сол кітаптарды оқып, содан жақсы қасиеттерін, жақсы үлгілерін алып, біздің бірден бір тәрбиешіміз сол кезде кітап болды. Қазір мынау енді әлеуметтік желіге ден қойып кетті. Әрине, ол да қажет шығар, бірақ та мынау өзіміздің ұлттық бояуымызды жоғалтпауымыз керек деп есептейміз. Телефонға телмірмей, нағыз демалғың келсе, демалыс ауылда дейсіз ғой, ауылдың ауасымен тыныстап. Бәрекелді, бізде қоңырау бар екен, қабылдайық. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Өзіңіз таныстырып өтіңіз? Мен бір мына Жаңғал ауданы Петемар ауылының тұрғыны едім. Бұрында мына қазір мына теледидардан көріп, мына іншегімде Теміреш мынау бала келінімен бірге келіп отыр екен. Мынау бірге өсіп, бірге өндік Петемарда. Мына қазақта айтады ғой, мынау кіндіктің қан тамған жері деп, сол ұмытылама. Мынау Петемардың топырағына аунап, балшығына былғанып, даже суына басып та шығып едік. Петемар деген киелі жер. Танып отырым қазір Зәкәрия ағай. Мына жерде Бауыржан іншек Теміреш баласымен келіп отыр екен, айналайын. Рахмет, мынау өнерлеріңіз өселерсін болашақта. Мынау Нұрқайыр деген ағасы Байдеуов. Мынау іншекпен бірге өсіп өнген Теміреш деген іншек. Мынау папаларым, мамаларым көріп қалдық. Жасқайрат ағай, Нұржан алапайларды. Соны қазір көріп, қуанып, кәдімгі қазақ айтады ғой, көтен деген мына жерді искелеп отыр, көтеріп қоян бара домбыраның есіне шығады. Дауысын естігенде. Айналайын, рахмат көп-көп. Осылай тек өнерің өселерсін, аман бол қайдаресіңде. Дендеріңіз сау болса, баршаңызға бәріңізге аман болайық. Жеріміз сау, аспанымыз ашық болсын. Сіздей игі тілектерін жолдайтын ағаларда аман болсын. Бәрекелді, жақсы тілегін жолдап жатыр. Енді хабарламада келіп түсіпті, қайырлы күн отырған өнерлі жерлестеріме Байдеуовтер әулетінен сәлем жолдайын деп едім. Жасап жүрген істеріңізге сәттілік тілеймін, келе жатқан жаңа жыл көп деген шабыттарды әкеле берсін дейді. Бәрекелді. Енді осы орайда біздің жалпы тақырыбымызға ұйытқы болып отырған әнге мен кезек бергім келіп отыр. Жаскелең ағайдың орындауында қазір өздеріңіз куә болып тамашалайтын боласыздар. Жаскелең ағай, ендеше сізді ортаға шақырамыз. Жақсы. Көшімнің жағасында ауылым бар, сағынып жететұғын қауымым бар. Көк құрақ тербелгенде көл бетінде, көк мұнар көшетұғын сағымым бар. Петемар шыңға біткен шынарымсың, жүректен көшпейтұғын шығарымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың.
Әлімбек борық пенен ақ құсымды, жердейміз ұшыратын бақ құсыңды. Атыңды алталашқа жайған ерлер, етеді елің мақтан жақсысыңды. Пити маршынға біткен шынарымсың, жүректен көшпей тұғын шырағымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Туған жер алтын бесік питимарым, өзіңде сырластарым, сыйластарым. Біз сені ұмытармыз қалай ғана, өзіңде жатыр мәңгі қимастарым. Шіркін ай бір өзіңе жер жеткен бе, төгеді шуағын күн көктенде. Аламыз сол кездеске питимарым, сен жақтан самал соғып желескенде. Питимар шыңға біткен шынарымсың, жүректен көшпей тұғын шырағымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Питимар шыңға біткен шынарымсың, жүректен көшпей тұғын шырағымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Алысқа аттанарда тілек жетіп, мойныма тағып жүрер тұмарымсың. Бәрекелді, зор алғысымызды білдіреміз. Алысқа аттанғанда тілек жетіп, мойныма тағып жер тұмарымсың. Бәрекелді. Осындай сөз әрбіріміздің жүрегімізде болсын деп түйіндейік. Отан ортақ, атамекеннің әрбір ұшындағы ауылды, ауыл аймақтың туын жұқпау, оны биікте ұстау біздің ортақ парызымыз. Жалпы жас буынның, ұрпақтың. Алғысымыз зор. Сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз. Қайда жүрсеңізде аман жүріңіздер. Шабыттарыңыз сарқылмасын. Бауыржан ағамыздай елім дейтін ұлдар аман болсын. Жаскелең ағамыздай әр азаматтың бастамасын қолдайтын, жүректен әнін көрерменге жеткізетін жандар аман болсын дейміз. Закария Жүсіпқалиұлы, сізден де үлкен туындылар күтеміз. Қолыңыздағы кітапты да көрермендерге көрсете кетіңіз. Соңғы шыққан сіздің кітабыңыз болса керек, сөйлейді уақыт. Бәрекелді. Осындай кітаптарыңыз біздің ұрпаққа мұра болып қалмақ. Біз оны әрдайым оқып, туған жерімізді ұмытпауға лайым, оның игілігі үшін қызмет етуге дайынбыз. Қымбатты көрермен, эфир уақыты шектеулі, айтар әңгіме өте көп. Туған жерім дейтін біздің ұрпақтарымыз көп болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.